Алаштың айтулы ақыны Мағжан Жұмабаев абайға шын хәкім сөзің асыл баға жетпес, бір сөзің мың жыл жүрсе дәмі кетпес деп баға берген екен. Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгінгі тақырыбымыз қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығына арналмақшы. Қазақтың бас ақыны, ағартушы, қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, композитор Абай Құнанбайұлы 1845 жылың 10 тамыз күні қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Шыңғыс тауында дүниеге келген. Әкесі Құнанбай өз замандағы атақ даңқы алысқа кеткен абыройлы адамдардың бірі болған. Ибраһимді анасы Ұлжан Абай деп еркелетіп атаған. Ол сол есіммен тарихқа енді. Абай жастайынан ақ ерекше қабілетімен көзге түседі. Әкесі оның зеректігін байқағаннан кейін Семейдегі Ахмет Риза медресесіне береді. Қазақ әдебиетінде Абай ең көп зерттелген тұлға. Абай өз алдына бір төбе. Абайдың зерттелу тарихының өзіне біраз жылдар өтіп қалды. Мысалы, Абай туралы ең алғаш мақала жазған Әлихан Бөкейханов. Дәл қазір Абай туралы пікір айтқан үлкенді кішілі, азды көпті пікір айтқандардың саны 2000-ға жуық болады екен. Ал сол туралы азды көпті мәліметтердің монографиясы бар, мақаласы бар, жай пікірі бар 5000-нан асады екен. Осыған қарап, біз Абайдың жаңағы зерттелуінің соншалық мол екенін байқаймыз. Абай алғашқы кезде өз өлеңдерін досы Көкбай ақынның атымен жариялап, 1886 жылдардан ғана бастап, өз атымен шығарған. Абайдың ғылымға, өлең жазуға белсене кірісуі 40 жасынан бері қарай. Өз айналасындағы ру тартысынан, ескіліктен, надандықтан жеріне бастаған дана ақын өз елін ел етуді ойлайды да осының жолын іздейді. Абай қазақ халқының кемеңгер дана ақыны. Жалпы қазақ халқы үшін Абай сусындайтын нәр бұлақ, рухани азық. Абайдың сөздері тек қана қазақ халқына ғана емес, бүкіл әлемдегі жер шарындағы барлық халыққа ғибрат болатындай, бүкіл адам баласына ортақ сөздер айтқан адам. Әрбір ғалым хәкім емес, әрбір хәкім ғалым дейді Абай. Абайдың хәкімдігі оның әр сөзінен, әр өлеңінен білінеді. Абай мұрасын шартты түрде 3 топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі өз жанынан шығарған төл өлеңдер, екіншісі ғақлия, яғни Абайдың қара сөздері деп аталатын прозасы. Үшіншісі өзге тілдерден, әсіресе орысшадан аударған шығармалары. Абай шығармашылығынан үлкен орын алатын тақырыптардың бірі оқу, білім іздеу, өнер үйрену мәселесі. Ақын ғылымды қазақ жұртшылығын мешеуліктен құтқару, тығырықтан жол табу мақсатында уағыздаған. Абай ғылымды рухани дамудың баспалдағы деп те қараған. Қараңғылыққа жаны күйген Абай жұртты надандықтан, сауатсыздықтан құтқарудың жолы ғылым, өнер деп біледі. Бірақ ол ақын осы жолда қолдау таппай, атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын, халқым надан болған соң, қайда барып оңайын деп күйінішін білдіреді. Абай қазақтағы еріншектік, дарақылық, өсекшілдік, мақтаншақтық, жағымпаздық сияқты жаман қылықтарды сынап, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деген сөздермен түйіндеп отырады. Ақын шырқы бұзылған халықтың бейнесін суреттеген қалың елім қазағым қайран жұртым өлеңінде қалың елім қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бір қан, бір май боп енді құртың деп қазақтың жоғын жоқтай отырып, қоғамның диагнозын дәл қоя білді. Абай осы әдебиетшілікті жүйелі түрде айтады. Бір қалыпқа салып, бір ілімге айналдырып айтады. Абайда атақты адамгершілік ілімі бар. Бұндай адамгершілік ілімі өзге ақын жазушыларда жоқ. Абайдың табиғат лирикасы өз алдына бір сала. Оның жел үстінде жарғай, көз, қыз, жаз деген өлеңдерін оқығанда табиғаттың әртүрлі құбылысы көзің елестейді.
Ақын өлеңдерінде табиғаттың тек жалаң суретін ғана беріп қойған жоқ. Өмір шындығымен нық байланыстыра білді. Абай қазақтың ұғымына сай кәріғыдан қыс келіп әлек салды деген образ сөздермен өрнектейді. Қысты ақсақалды шал бейнесінде суреттеу бұрынғы қазақ әдебиетінде Абайдан басқаларда кездеспейді. Ақ киімді денелі ақ сақалды, соқыр мылтау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Абай. Данышпан Абай мынау жалған дүниеде 5 күндік тіршілік үшін айтысып тартыспа, бір-біріңнің қадіріңді біл, Алланы сүй, Алла жаратқан адамды сүй деп анық айтады. Махаббатсыз дүние бос, айуанға оны қосыңдар. Бұл жолдар Абай поэзиясының өзегі. Жазба әдебиетіміздің тарихына көз салсақ, сүйіспеншілік махаббат мәселесінде биікке көтере жыр еткен бірінші ақын Абай екендігін көреміз. Абайдың махаббат тақырыбына жазған өлеңдерінің ішінде оның эстетикалық идеалын айқындайтын өлеңдерде жиі кездеседі. Абайдың артында қалған мұрасы жалпы жиыны 169 өлең, 4 поэма, 1 аударма поэма, 54 аударма шығармасы, 45 қара сөз деп жүрміз. Содан кейін бірер сөз қазақтың қайдан шыққандығы туралы деген мақаласы, содан кейін сенатқа жазған хаты. Міне осындай ғана шығарма. Жалпы жиналып келген уақытта Абайдың шығармалар жинақ екі-ақ том болады. Бірақ сол мұраның өзінің салмағы енді кішкентай ғана қара тас атаны тарта алмас жүк болып. Сөйтіп халқымыздың үлкен мұрасына айналып отыр. Абайдың қара сөздері ұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, даналық дүние танымын даралап көрсететін шығарма. Негізінен сұрақ жауап не оқушылармен, не өзімен өз кеңесу болып келеді. Абайдың қара сөздері мен өлеңдеріндегі идеялар бір-біріне қабысып отырады. Бұл еңбектердің көпшілігінде бұрын қозғалмаған тың соны пікірлерді қозғайды. Абай қара сөздерінде адал еңбек ету, егін салу, саудамен айналысу, өнер үйрену, білім ғылымды игеру, адамгершілік, имандылық секілді бірталай көкейкесті әлеуметтік мәселелерді кеңінен толғайды. Қара сөздер Абай өмірінің соңғы қиын жылдарында жазылды. Абай орыс әдебиетін 1882 жылдан бастап аударған. Абай аудармақшы болған автормен өзі бәсекеге түскен. Абайдың аудармалары шын мәнінде де ой жарыстыру. Сондықтан Абай жасаған аудармаларын оның ой кеңістігінің өрісі деп қабылдаған жөн. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбай. Онан асқан бұрынғы соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ. Ахмет Байтұрсынов. Абай өмірінің кейінгі тұсында қазақ қауымына сырттан келген аңыздар негізінде Ескендір, Масқұт, Әзім атты поэмаларын жазды. Хакім Абайдың аса көңіл бөлген мәселелерінің бірі музыка. Ең алдымен ақын әнге, музыкаға өз көзқарасын білдіріп, құлақтан кіріп бойдалар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй деген ақын 8 аяқ, қор болды жаным, Татьянаның әні, айттым сәлем қаламқас сияқты әндер шығарып, музыка өнерінің дамуына да үлкен үлес қосты. 1891 жылдан бастап Абай басына ауыртпалық түсіп, бір-біріне ұласқан қайғы бұлты ашылмай қояды. Осы жылы ақынның сүйікті інісі Оспан өледі. Одан кейін үлкен үміт күткен баласы Әбдірахман мен соңғы треншіндей болған дарынды ақын баласы Мағауия да қайтыс болады. Осындай қабаттасқан қайғы қасіреттен күрт сынған Абай Мағауияның қазасынан кейін 40 күннен соң өзі де дүние салды. Өлді деуге сияма, ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған деген Хакім Абайдың өз сөзіне жүгінсек, Абай мәңгі тірі. Оның мұрасы қашанда халықпен бірге жасамақ. Абай қазақтың бары, рухани нәрі. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі бағдарламада кездескенше аман болайық.